Қайырлы күн оқырмандарым. Әдебиет жауһарлары айдарынан бүгінгі сабақта өтетініміз Алып Ертұнға дастаны және Алып Ертұнғаны жоқтау жыры туралы. Алып Ертұнға дастаны түркі халықтарының арғы тегі сақтар тарихынан сыр шертетін қаһармандық жыр. Дастанның басты қаһарманы Алып Ертұнға Тұран мен Иран арасындағы соғыстарда жеңістерге жеткен тарихи тұлға. Иран жазбаларында Афрасияп деген атпен аты шыққан. Алып Ертұнға дастанындағы оқиғалар Тұран мемлекеті мен Иран мемлекетінің арасында болған соғыстарды баяндайды. Дастанның сюжетіне келер болсақ, оқиғаның басталуы Иран елінің Тұран мемлекетіне тыныштық бермей шабуылдай беруінен басталады. Оқиғаның байланысы Тұран мемлекетінен Ертұнғаның қол бастап қарсы шығып, Дихистан шайқасындағы жеңіске ие болуы. Осы шайқаста Тұран әскері Иран патшасын тұтқынға алып, Иран жағы оны тұтқыннан босатып алу үшін тағы да соғыс ашады. Алайда тұрандықтар Иран шахын бір түнде өлтіріп тастайды. Оқиға әрі қарай дами түседі. Ертұнға Алып атанып таққа отырады. Алып Ертұнғаның Иран мен соғыстары оқиғаны әрі қарай ширықтыра түседі. Күндердің күнінде Иран тағына кей қауыс отырады. Ол сақ әскерінен жеңіліп қалдыңдар, қоян жүрек қорқақсыңдар деп, өзінің жалғыз баласы Сияуш пен Рүстем батырды қатты ренжітеді. Намыстанған Сияуш әкесіне өкпелеп Тұран еліне кетіп қалады. Сақ әміршілерінің бірі Пиранның қызына үйленеді. Баласына Кейхұсрау деп ат қояды. Иран жағы баланы ұрлап әкетіп, ер жеткен соң Парс еліне патша етеді. Оқиғаның шарықтау шегі осы ұрлап кеткен Кейхұсраудың Иран еліне патша болып, Рүстем батырмен бірге отырып, Тұран еліне қанды шайқасты ұйымдастыруында болады. Осы қанды шайқаста оқиғаның шешіміне келсек, Алып Ертұнға қаза табады. Алып Ертұнғаны халқы артында жоқтап, сол жоқтау ауыздан ауызға тарап отырады. Әуелбек Қоңыратбаевтың пікірінше, жоқтау көбіне жауда қаза болған қас батырлардың ерлік істерін еске түсіруден туған. Онда батырдың елге көрсеткен қызметі, өмір жолы мұң шер рухында баяндалады. Алып Ертұнғаның жоқтау жыры мына мәселелерді көтереді. Бірінші, түркі халқының ел тізгінін ұстаған, қағаны өмірден өтіп, елінің қайғы жұтуы. Екінші, өлімнің ақиқат екені. Үшінші, білімді адамдардың азайып, пиғылы жаман адамдардың көбеюі. Төртінші, түркілердің дүрілдеген дәуірінің өткенін мойындауы. Жырдың идеясы елін сүйген, елі сүйген ерді жоқтау арқылы құрметін білдіру, қайғыру. Міне, бүгінгі сабағымызды осылайша қорытындыладық. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаған болса, қажетін жазып алып, қажетін естеріңізге сақтап алыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Каналыма жазылып қойыңыздар.